Сәлеметсіз бе, Жарас Сұлтанбекұлы, хабарымызға қош келдіңіз. Елімізде шағын және орта бизнес нысандарының саны артып келеді. Жалпы елімізде кәсіпкерліктің дамуына қандай жағдай жасалып жатыр қазір? Сәлеметсіз бе, рахмет сұрағыңызға. Әрине, мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша үкіметіміз бизнеске қолайлы жағдайлар жасау үшін жүйелі жұмыстар жүргізуде. Соның бір қатарын айтып кететін болсақ, мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 24-ші жылы Қазақстан Республикасының бизнес жүргізу туралы заң қабылданған болатын. Ол заңға сәйкес бүкіл мынау еліміздегі мемлекеттік бақылау және қадағалау жүйесі ретке келтірілді. Және тағы да басқа көптеген жаңағы жүйелі жұмыстар жүргізілді. Жаңағы заңға сәйкес елімізде қадағалау жүйесі біршама реттелді. Жеті қадағалау саласында жедел ден қою шаралары іске асырылды. Яғни бұрын қадағалау саласы болғанымен, жаңағы оны қалай жүргізу туралы жаңағы тәртіп жазылмаған болатын заңда. Сол себепте жаңағы бизнесті реттеу мақсатында жаңағы қадағалау нысанын ретке келтірілдік. Яғни ол тек қана бизнеске қолайлы жағдайлар жасап жағдайлармен шектелмейді, одан қоса мынау жаңағы айтады ғой, жаңағы жосықсыз кәсіпкерлердің қызметін жаңағы реттеу мақсатында, олардың жаңағы қоғамға келтіретін, мемлекетке келтіретін жаңағы бұзушылықтардың алдын алу мақсатында жасалынған шаралар. Бір шетінен жаңағы бизнеске қысымды төмендетуге алып келеді. Одан басқа біршама тағы да жасалған жұмыстар бар. Жаңа президенттің тапсырмасы бойынша прокурорлық жаңа фильтр деп айтамыз, сүзгі енгізілді. Оған сәйкес, яғни кез келген бүгінгі таңдағы инвестор болып табылатын кәсіпкерлерді тексерудің алдында, жаңағы шектеу салудың алдында прокуратура органдарымен келісу талап етіледі. Болмаса жүргізіліп отқан тексеріс, болмаса оған қойылатын шектеу шаралары заңсыз болатын болса, прокуратура органдары тарапынан біз жаңағы бизнестің заңды құқықтарын қорғау мүмкіндігін алып отырмыз. Одан басқа жаңағы бизнес бүгінгі таңда мемлекетке өзінің қызметін жүзеге асыру туралы ақпарат беріп отырады. Кәсіпкерлер есеп береді, ақпарат береді, жаңа өзінің қызметін заңға сәйкес жүзеге асыру туралы жаңағы мәліметті беріп отырады. Сол мәліметтерге мемлекет талап қояды. Қандай ол жаңағы мәліметтер қандай болу керек деген сияқты талаптар бар. Ол кәсіпкерлік кодекстің 112-де 1 бабында толық жазылған. Сол баптарға сәйкес болмай отыр ғой, жаңағы 381-дің былай қарап тұрсаң, жартысынан көбі сәйкес келмейді. Сонда тексеру де азайды, есеп беру де азайды ма? Есеп беру де азайды. Жаңағы мен қазір осыған жүйелі алып келем, жаңағы тексерудің қысқартуына байланысты. Яғни жаңағы мемлекетіміздің жаңағы бақылау жүйесі да айтып отырмыз, жаңағы ашық болған себепті, жаңағы заңға сәйкес жүзеге асырылған себепті елімізде жаңағы тексерулер саны азайды. Біз онымен қатар жаңағы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жаңағы тексеріске іріктеу деп айтамыз, отбор на проверки. Оны да автоматтандырып қойдық. Оның жаңағы мемлекетімізге әкелетін жаңағы пайдасы өте зор. Өйткені бұрын мемлекет жаңағы тексеріске адамдар алып отыратын жаңағы, ал енді оны жаңағы ақпараттық жүйелер жасайтын болады. Яғни адамның қатысуынсыз деген сөз. Бұл жерде жаңағы сыбайлас жемқорлық сияқты әрекеттердің азаюына әкеліп соғады. Соның нәтижесінде елімізде тексерістер саны 2019 жылмен салыстырғанда, жаңа оның алдында мораторий болды, сол мораторийдің алдындағы жылмен салыстырғанда тексерістер саны едәуір төмендеген. Жаңағы айтып отырамыз, элементарно, жаңа былтырғы жылмен салыстырғанда тексерістер саны 5-6 есеге төмен. Яғни былтыр елімізде 75 мың тексеріс тіркелсе, биылдың өзінде 70 мыңға да жетпейтін тексерістер, 69.900-дай тексерістер тіркеліп отыр. Оның нәтижесі, яғни жаңағыдай айтып отырмыз ғой, жаңа мемлекетіміз бизнеске өзінің жүктемесін, жаңағыдай кедергілерін аз берген сайын бизнесте өзінің қоғамға көрсететін, жаңа мемлекетімізге беретін пайдасы өте жоғары болады. Бүгінгі таңда мемлекетімізде 2 миллионнан астам кәсіпкер жүзеге асырады. Оның сол 2 миллион кәсіпкеріміз 2 миллионнан астам, 2,2 болып тіркеліп отыр. Сол кәсіпкерлеріміз 4 миллион қазақстандық азаматтарды асырап отыр. Яғни оның өзі көптеген
мемлекетке көмек деген сөз ғой, бір сөзбен айтқанда. Жақсы, істеріңізге сәттілік тілейміз. Хабарымызға келгеніңізге көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз, рахмет сіздерге.